Шет елде жер үйде тұрып қалғандарға міне осындай вилла бар. Биыл болмаса да келесі жылы келіп тұрам дейтін болса, міне осы виллаға вложение жасап қоюға болады. Бұл вилланың арендасының өзі как минимум айына болмаса да жылына беріледі бұндай виллалар. Бір жылда 35-40 миллион теңгеге сдавать етіледі. Ол 300 мың дирхам, 280 мың дирхамға. Это минимум қазір 35-40 миллион теңге. 6 бөлмелік вилла, үлкен осындай есігімен, кіреберіс жерде бізді үлкен осындай холл встречать етеді. Оң жағында бассейнге қаралған панорамный окналар. Так, сол жағымызда гостевой, міне қонақ бөлмесі, өзінің әдемі санузелімен. Так, енді сол жағымызда біздің кухонный зона. Кухонный зонаны қараңыздар, әйелдердің арманы болған осындай үлкен кухонный зонасы бар. Мебельдердің барлығы алып келіп тұр. Просто келесіздер де өмір сүресіздер. Санузелі бар екен тоже. Так, оң жағымызда бізді бір қонақ бөлмеміз встречать етеді. Міне, бұл әшейін сіздердің қонақ бөлмелеріңіз, қонақ келсе жерге жайғастырасыздар. Өзінің үлкен шкафтарымен, айналарымен барлығын идеально жасап қойған. Так, мыналардың бәрі жанат, өшет. Бұл жерден прямой сіздер бассейнге вид аласыздар. Так, біз екінші этажға кеттік. Лифтімізге отырамыз, екінші этаж, үшінші этажға көтеріліп кетеміз. Кеттік. Бізде осындай качественный лестницалар, подсветкалар встречать етеді. Мына жердің өзі как бір гостиницада жүрген сияқтымыз. Қараңыздар. Қол жетімді бағада. Неме күшті ме екен? Жүр кеттік жаным. Мына детский зона сияқты. Вау, мына қараңыздар. Не бағып жасап қойыпты мұны. Детский зоналарыңыз ағайын. Кеттік. Точа, мына сен бөлмең ба? Жаным, жүр кеттік. Мына жақтарым барлығы панорама. Так, мерде тоже мастер бедрум дейді. Спальный өзінің несімен. Бұл тоже өзінің панорамасы бар. Панорамасы прям аулаға қарайды. Мына зоналар құдай қаласа дамығаннан кейін бұл бағасы 2-3 есе өсіп кетеді. Так, бізде оң жағымызда тоже турасындай бөлме встречать етеді. Оң жағымызда үлкен окнасы и потом балконы бар. Екінші жақта тоже кухонный зона істеп қойған. Біз лифтпен кеттік.